Сәлем достар, сіздермен бірге PS каналы. Бүгін біз бетке, яғни Photoshop арқылы пластика жасайтын боламыз адам бет пішіндеріне. Ал бастайық. Біріншіден бізге екі сурет керек. Бізге сурет керек болады. Ол адам портреті. Мысалы мына портрет болады. Мысалы міне тұрғайын. Осының пішінін өзгерту үшін бетінің, көзінің, мұрнының біз мынандай инструмент қолданамыз. Бірінші фильтр, кейін пластика деген басасыз. Одан кейін мына жерлерде көздің, мұрнының пішіндерін өзгерту болатын параметрлер тұр. Мысалы басып өзгерту болады. Оң көзі, сол көзін үлкен қыламыз. Үлкен қылайық. Үлкен, бізде бәрі максимальный. Қисық қылайық. Ара қашықтан жақында. Шамалы жымитып қояйық. Окей, бұл үлкен разница болды. Ал екіншіден біз өз итке жасап қояйық. Бұл тәсіл өте мекен. Фильтр, пластика. Жалғастырамыз. Міне көзінің ары қашықтығын жақындатайық. Мұрны, көрдіңіз ғой, көзі қалай өзгеріске ұшырады. Яғни бір нәрсе бар, ол сіздің суретіңізден қалай үгірейді кетіруге болады деген сұрақтар болады. Ол үшін біріншіден біз үгірей бар сөзді тауып алайық. Міне, көріп тұрсыз ғой. Осы суретті алайық. Міне, мына үгірлерді көріп тұрсыз ғой. Бұны қалай кетіруге болады? Бізге ол үшін мынандай құрылғы керек. Міне, бұл өте ыңғайлы құрал. Жақындатып аласыз да. Размерін қоясыз да. Бас жоқ.